Баршаңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Әйгерім бүгін жұп-жұмсақ бір жасағаннан шығатын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Егер сіздерде тоңазытқыштарыңызда ашыған сүт болатын болса, сол сүтпен жасасаңыздар тіптен күшті жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші сүтімізді жылытып аламыз, үстіне тұз қосамыз, қант қосамыз және де бір ас қасық ашытқымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Егер сіздерде үйде ашыған сүт болмаса, қарапайым свежий сүтпен жасасаңыздар да болады, бірақ ашыған сүтпен тіптен күшті болып шығады. Бетін жауып, шамамен 15 минуттай ұстаймыз. 15 минут уақыт өткенде ашытқымыз көтеріледі. Енді басқа ыдысқа осы сұйықтығымызды құйып аламыз, үстіне бір жұмыртқамызды саламыз, қасықпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте біз үстіне күнбағыс майын құямыз, қайтадан араластырып аламыз. Біздің сұйықтығымыз дайын болды. Енді қазір алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды аз мөлшерден сала отырып, осылай қасықпен араластырамыз. Қою болғанға дейін аз мөлшерден міндетті түрде салыңыздар. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Біздің қамырымыз қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Сіздерде жұмсақ қамыр шығу керек. Қараңыздар, жұп-жұмсақ. Қазір бетін жауып, қамырымыз көтерілгенге дейін шамамен 1 сағат, 1,5 сағат уақытқа қойып қоямыз. 1-1,5 сағат уақытымыз өткеннен кейін біздің қамырымыз міне осылайынан көтерілуі керек. Жұп-жұмсақ қамыр сәл кішкене қолға жабысады. Енді қазір осы қамырымызды жаюға кірісеміз. Ең бірінші қолымызбен жайып аламыз. Одан кейін үстінен құрағын сеуіп, қамырымызды оқтауымыздың көмегімен жайып аламыз. Бізде міне осындай қалыңдықта қамыр болуы керек, өте қатты қалың, немесе жұқа қылып қоймаңыздар. Енді формасын жасаймыз. Менде осындай дөңгелек кішкентай формалар болады. Осындай бокалмен формаларын барлығын келтіріп шығамыз. Немесе қалауларыңызша төртбұрыш қылып жасасаңыздар да болады. Міне біздің барлық бауырсақтарымыздың қамыры дайын болды. Енді осылайынан қойып, бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа қойып қоямын. Одан да көп уақыт ұстасаңыздар да болады. Енді қызып тұрған майда бауырсағымызды екі жағы сарғайғанға дейін пісіріп аламыз. Қалауларыңызша ақшыл сары қылып істесеңіздер болады, немесе сарғыш қылып та істеуге болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, соншалықты қызарғанға дейін бауырсақты пісіріп алсаңыздар болады. Осы бауырсақтарда негізі ашыған сүтпен жасасаңыздар өте күшті болып шығады, және де қамырларыңыз күшті көтеріледі. Немесе болмаса ондай сүт свежий сүтпен де жасауға болады. Міне мен бауырсақтарымды осылай сарғайғанға дейін қуырамын. Қазір енді бауырсақтарымызды ситамыздың көмегімен, немесе шанышқының көмегімен сүзіп аламыз. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады, және де үйдегі бар қолжетімді заттардан жасалады. Егер де видеом сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналыма шыққан видео рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Осындай жұп-жұмсақ, лүпілдек бір жасағаннан шығатын бауырсақты міндетті түрде дайындап көріңіздер.